Ертеде Мадан деген хан болыпты. Оның ақылы, тапқырлығы өзінің заманындағы көп хандардан артық екен. Ханның 40 уәзірі бар екен. Бір күні хан уәзірлерімен мәжілістес болып отырып: «Уәзірлерім, сендер 40 да асып туған ақылды, данышпан едіңдер. Мен сендерді бір жұмысқа жұмсайын. Сендер маған дүниедегі адамның жаманын, құстың жаманын және шөптің жаманын тауып әкеліңдер. Мен оған 11 ай уақыт беремін», деді. «Сол 11 айдың ішінде тауып әкелмесеңдер, жазалы боласыңдар». Хан бұйырған соң амал жоқ, уәзірлері өзара ақылдасып іздеуге кірісті. Көп іздеп, азап шегіп, шеңгел деген шөпті тауып, өзі тікен, арасынан жүрсе киім жыртады, мал жемейді екен, шөптің жаманы осы ғой деп шеңгелді алады. Қырғауыл деген құсты тауып, үстіндегі жүні жоқ, ұсқыны келіссіз, құстың жаманы осы екен деп қырғауылды атып алады. Енді адамның жаманын таба алмай 40 уәзір келе жатырса, таудың етегінде, үстінде жыртық тоны, басында тері тымағы бар, ұсқынсыз бір 5-10 қойды бағып жүр екен. Уәзірлер таңырқап, адамның жаманы сірә осы болар-ау деп тұрғанда, әлгі адам: «Уа мырзалар, неге таңырқайсыңдар?» деді. Уәзірлер ханның бір жұмысқа жұмсағанын, шөптің, құстың жаманын тауып, енді адамның жаманын таба алмай, ол адамның ұсқынын көріп таңданып, адамның жаманы осы болар деп таңырқап тұрғандарын айтыпты. Жаман тұрып: «Болды, адамның жаманы керек болса, мен боламын. Ханға мені алып барасаңыздар, сіздердің жұмыстарыңыз бітеді», деді. Уәзірлер олай болса жарайды деп, жаманды аттың артына мінгестіріп алып, ханға жөнеледі. Ханға келе жатып жаман: «Адамның жаманын тауып алдыңыздар, бірақ шөптің жаманы мен құстың жаманын таба алмаған екенсіздер. Шөптің жаманы қарақоға, құстың жаманы сауысқан еді» деп, уәзірлерге қырғауыл мен шеңгелді тастатып, олардың орнына қарақоға мен сауысқанды алдырады. Уәзірлер мәнісін сұрайын деп еді, ол хан алдында айтамын деп сөйлемеді. Уәзірлер келген соң, хан әкелген адамның ұсқынына қарап: «Әкелген адамың жарайды, мұнан жаман кісі дүниеде жоқ шығар. Қазір аспазшыға апарыңдар, көже мен нан берсін, сыйласын. Ертең ортаға алып тамаша етеміз» деп, жаманды ас үйге жіберді. «Бірақ құстың жаманы мен шөптің жаманын таба алмаған екенсіңдер. Құстың жаманы қырғауыл, шөптің жаманы шеңгел еді. Осыны көре тұра, бұларды әкелулеріңнің не мәні бар еді?» деп, хан уәзірлеріне қатулана бастады. Сонда уәзірлер: «Тақсыр, айтқаныңыз дұрыс. Біз шөп жаманы деп шеңгелді, құс жаманы деп қырғауылды алып едік. Бірақ жолшыбай әлгі жаман, шөптің жаманы қарақоға, құстың жаманы сауысқан деп, бізге оларды тастатып, қарақоға мен сауысқанды алдырды», деп жауап берді. Хан ас кідіріп: Жаманның не білгені бар екен? Шөптің жаманы қарақоға, құстың жаманы сауысқан екенін қайдан білді? Алып келіңдер оны, сұралық» деп бұйрық берді. Жаманды ханға алып келді. Хан жаманның бетіне қарап:
Мен құстың жаманы қырғауыл, шөптің жаманы шеңгел деп ойлаушы едім. Сен оларды уәзірлерге тастатыпсың. Сен шөптің жаманы қарақоға, құстың жаманы сауысқан екенін қайдан білдің, деді. Тақсыр хан, 50 жасқа келіп жаман болған жоқпын. Жасымнан-ақ жаман едім. Өмірімде отын су тасып, өткенім кісінің құлшылығы болды. Сол уақытта шеңгелді әкеліп отқа жақсам, кешке жаққан отым ертеңге дейін сексеуілдің шоғындай жайнап жататын еді. Сол уақытта киім жыртып, мал жемейтін шеңгел отын ретінде пайдаға асады екен-ау деп ойлаған едім. Ал енді қарақоғаны алып отқа жақсам, отқа жанбайтын еді. Үрлесем, жалынымен шоғы бірге сөніп, күлі бұрқырап, үйдің ішін алып кететін. Отқа жанбаған соң, апарып малға салсам, мал жаманы сиыр екеш, сиыр да мұрнын шүйіріп жемеді. Содан соң, қарақоға тіпті пайдаға аспайтын шөп қой деп ойлаушы едім. Қарақоғаның жаманын содан білдім, деді жаман. Сауысқанның жаман екендігін қайдан білдің, деді хан. Қырғауылдың жүні жоқ болса да қанаты бар. Адамның пайдасына жарайтын адам құс. Біреудің сиықсыз болуы тәңірдің ісі. Қырғауылдың айыбы тек сиықсыздығында. Ал сауысқанның жүні ала болғаны сияқты өзі де ала. Бірлігі жоқ. Екеуі бірігіп ұшпаған, екеуі бірігіп қонбаған. Адам пайдасына аспайтын арам құс еді. Сондықтан құс жаманы сауысқан деймін. Хош, сауысқан мен қарақоғаның жамандығын білдің. Енді өзіңнің жамандығыңды қалай білдің, деді хан. Уа тақсыр, менің жасым 50-ге келді. Мен қатарлылар әйел алып, бала көрді. Келін жұмсап, қызық көріп отыр. Мен қайда болса сонда, әлі күнге дейін әркімнің артына мінгесіп, басқа біреудің құлшылығында жүрмін. Енді мен жаман емей жақсымын ба деп, жаман ханға қарады. Хан басын шайқап, апыр-ай, сен жаман болсаң жарар едің. Құстың, шөптің, өзіңнің жамандығыңа дәлел айттың, жарайды. Енді менің бір тұлпарым бар, соны сынап бересің бе, деді. Жақсы, сынап берейін. Тұлпарды алып келген соң жаман, тұлпардың алды-артына қарап, тұлпарыңыздың сипатынан мін таба алмадым, енді мініп қарар едім, деп ханнан рұқсат сұрап, тұлпарға мініп, есік алдындағы өзеннен әрлі-берлі өтеді де қайтып келіп, тақсыр, тұлпарыңызда басқа мін таба алмадым, тұлпарыңыз тек сиырға шатыс екен, деді. Хан таңданып, апыр-ай, залым, оны қайдан білдің? Айтқаның рас. Менің ақша деген құдам бар еді. Соның тұлпар табатын бір буаз биесін қалап алдырған едім. Бие күні жетіп, құлынды туалмай өлер болған соң, бие өлсе де құлын қалсын деп, биенің ішін жарып, құлынды алғанмын. Сол құлын осы еді. Әбден отығып кеткенше, сиырдың сүтімен асырап едім. Ал енді сен мұның сиырға шатыс екендігін қайдан білдің, деді хан. Тұлпардың одан басқа мінін таба алмадым. Бірақ тұлпарыңыз судан әрлі-берлі өткенде аузын суға малып, аяғын артқа сілкіп өтті. Сиырды күніне 40 суарсам да, судан айдағанда, аузын суға малымай, артқа аяғын сілікпей өтпеуші еді. Тұлпардың сиырға шатыс екендігін содан білдім, деді жаман. Отырған жұрт таң қалып, бір-біріне қарасты. Хан біраз ойланып отырып, енді
менің бір гауһар тасым бар, сол тасымның қандай қасиеті бар екенін тап деп қазынасындағы тасты алдырып Жаманға берді. Жаман тасты қолына алып салмақтап шайқап отырды да: сіздің тасыңыз рас, қасиеті бітеді, қасиетті тас, бірақ 2 жылдан соң қасиеті бітеді. Адам тілі тас жарар, тас жармаса бас жарар деген. Тастың ішінде көз түйіп түскен 2 қарабас құрт бар. Тасыңыздың пышақ сыртындай ғана қалыңдығы қалыпты. Сол құрт 2 жылдан соң тесіп шығады. Тесіп шыққан соң тасыңыз пайдаға аспайды, деді Жаман. Бірсыпыра жұрт не дерін білмей, бәрібір 2 жылдан соң пайдаға аспайтын болса, тасты жаралық десті. Бірсыпырасы: Жаманның сөзіне бола тастан айырылмайық, деп ойлары 2-ге бөлінді. Ақырында тасты жармақшы болды. Тасты жарып қараса, ішін 2 қарабас құрт кеулеп, тесуге жақындап қалған. Тастың ішінде құрт бар екендігін қайдан білдің, деді хан. Тастың өз қасиетіндей салмағы да болу керек. Тас жеңілдеген екен, құрт бар екенін содан білдім, деп Жаман жауап берді. Апырым-ай, сен жаман болмадың ғой, тіпті бір данышпан болып жүрме. Ал сен менің өзімді сынашы, мен неше атамнан бері хан екенмін, деді хан. Жаман жақсы деп таққа отырған ханның алды-артына шығып, алдына келіп, ханның бетіне тіке тұрып қарап: жоқ, тақсыр, сіздің басыңыздан басқа тегіңізде хандық жоқ екен. Хандық қара басыңызда ғана екен. Қарадан туып хан болғансың, атаңда хандық жоқ екен, деді. Жаманның сөзін бітірмей, хан оның сөзін бөліп: жоқ, қате айтасың, менің 7 атамнан бері ханмын. Өзімді қойғанда 6 атамды қайда жібердің, деп Жаманға зекірді. Жаман саспады: жоқ, тақсыр, сөзің қара басыңда ғана, басқа тегіңізде хандық жоқ. Сіз нағыз наубайдың баласысыз, деді. Хан не дерін білмей қалып, халыққа қарап: апырым-ау, мына Жаман не дейді? Халқым, мен хан баласымын деп жүредім, шақырыңдар анамды, деді. Ақыретке біреудің қанын жүктеп барып, Тәңір алдында қара бет болмасын, не де болса шынын айтсын. Әйтпесе ашумен мына Жаманның басын кесемін, деді хан. Шешесі келген соң, хан шешесіне Жаманның сөзін айтты. Шешесі терең күрсініп сөзге кірісті. Шырағым, жасым 80-ге келгенде, біреудің қанын жүктеп не қылайын? Бір сыр бар еді. Оны Тәңіріңнің өзі ғана білетін еді. Және мен білетін едім. Мынау Жаманың біліпті, енді айтайын. Атаң сенің зәрлі хан еді. Менен бұрын 19 әйел алып, кілең қыз тапқан үшін бәрінің де ішін жарып өлтірген екен. Соның үшінде зәрлі хан деп халық өзі ат қойды. 20-шы әйелге мен алды. Мен де 2 қабат болған соң, жалғыз жанымнан қорқып, тәуіптерге қаралып едім. Сенің ішіңдегі қыз, деді. Қыз тапсам, мені де өлтіреді ғой, деп көп қайғы жедім. Сол күндерде бас аспазшы Наубайдың әйелі де 2 қабат екен. Оның да тамырын ұстатып қаратып едім. Мұның ішіндегі ұл, деді. Жалғыз жаным үшін сол жерде маған ой келді. Әйелді оңаша шақырып алып, барлық мұңымды айтып, қазынадан табақтап алтын беріп, ақыреттік дос болайық,
Ұл тапсаң ұлыңды маған бер, менің қызымды сен ал, бірақ бұл сырды ешкім білмесін деп жалындым. Әйел табақтап алтын алып, бір жағынан мені аяп, сол жерде уәдесін берді. Туар кезімізде Зәрліхан аңда еді. Екеуміздің толғағымыз бір күнде келіп, бір мезетте босандық. Сырды ешкім білмесін деп, басқа біреуді де жолатпай, біріміздің баламыздың кіндігін біріміз кесіп, сол қолыммен қызымды беріп, оң қолыммен сені алған едім. Шырағым, енді бұл күнде мына жаманның соны біліпті. Сыр ашылуға Тәңірі жазса, не шарам бар, деп сөзін аяқтай алмай, шешесі жылап жіберді. Сөз тапқанға қолқа жоқ. Олай болса, мен таққа лайық емес екенмін. Осы оқиғаны оймен білген сіз лайықты екенсіз, деп хан тағынан түсіп, тақты Жаманға береді. Жаман: жоқ тақсыр, кешегі күні жаман кісі керек дегенде ат артына салып келген жаман едім. Бүгін таққа отырмаймын. Сіздің көлеңкеңізде жүрсем де жарар. Тағыңызда өзіңіз отырыңыз деп болмайды. Хан таққа отырып: апырмай, менің Наубайдың баласы екенімді қайдан білдіңіз, деді. Сонда Жаман: мен жаман жақсы болсам да үйіңізге келген қонақ едім. Хандардың ішер асы жалмен жая аузыңызға түспей, нан көже түсіп, келісімен аспазшыға жібердіңіз. Салтыңызға тарттыңыз. Сіздің аталы хан емес екеніңізді содан байқадым, деді. Жиылған жұрт таң қалды. Сол күйінше хан тағы да хандық құрды. Жаман оған жақсы уәзір болды. Жаман ханға ақылымен, тапқырлығымен жақты. Содан былай қарай 40 уәзір елеусіз боп шетте қалды.